Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге хаттаманың пісіру жолын ұсынатын боламын. Алдыңғы бөлігінде мен сіздерге қалай дайындалу жолын және сақталуы жөнінде айтқан болсам, енді пісіру жолын ұсынатын боламын. Осы рецепттерді сақтай отырып, өз кәсібіңізді бастап жатсаңыздар қуанышты боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, сұрақ болса төменге қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен табамызға 3 ас қасық шамасында майымызды қойып, қаттамамыздың қатпарлы бетін бірінші салатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қақпағын жауып, қызарғанша күтеміз. Арасында қақпағын ашып, ауасын шығарып тұруды ұмытпаңыздар. Осылай 1-2 баса отырып, қақпағын жауып, қайтадан қызарғанша күтетін боламыз. Жалпы бұл қаттаманы пісіру жолы өте оңай. Алдын ала полуфабрикат ретінде дайындап алсаңыздар, холодильнигіңізде 3 айға дейін сақталады. Егер де дүкен сөрелеріне қойып сатқыңыз келетін болса, ол кезде сақтау мерзімін 1 айдан артық тұруға болмайды. Себебі дүкеннің холодильниктері үнемі ашылып жабылатын болғандықтан сақтау мерзімі қысқарады. Мінекей осындай болып шығады. Екінші қаттаманы пісіретін кезде де тағы да сұйық май құямыз. 3 ас қасық көлемінде, көз мөлшерімен құямын. Үнемі қақпағын жауып, қызарғанша күтетін боламыз. Арасында қақпағын ашып, ауасын шығаруды ұмытпаңыздар. Жалпы бұл полуфабрикатты сіз өз холодильнигіңізде 3 ай мерзімінде сақтай аласыздар. Алдын ала холодильнигімізге дайындап қойсаңыздар, кез келген уақытта, қонақ келген кезде де, немесе өзіңіз тұтынғыңыз келген кезде де шығарып, пісіріп ала бересіздер. Сондай жеңіл, дәмді, керемет күтіріліп тұрған қаттама. Мен алдынан бері осы рецепт бойынша тапсырыстар қабылдаймын. Суреттерін сіздерге ұсынып жатырмын. Сіздер де көріп, қарап, жасап көріп, тапсырыс қабылдасын деген ниетпен бөлісіп жатырмын. Егер менің видеом ұнаған болса, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және қандай да бір сұрағыңыз болса, комментария қалдырсаңыздар болады. Мінекей біздің қаттамаларымыз дайын, әдемі, күтірлеп, сондай дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Замира. Сау болыңыздар.